жалғастырамыз жазғы мектептің сабағын. Математика пәнінен жазғы мектептің сабағы. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы математика сабағында математикалық фокустар. Әрине балалар өмірде, қоршаған ортада фокустар, табиғатқа байланысты фокустарды біз біраз фокустармен айналысамыз, иә. Бірақ математикада да бар математикалық фокустар. Кәдімгі негізгі математикалық фокустың негізгі ережесі қандай екен? Ол иррационалдық өрнекте иррационалдық мәніне оны рационал мәніне келтіру, яғни түрлендіру. Бұл негізгі математикалық фокустың ережесі. Ал енді сабақтың мақсаты мынадай: математикалық фокустың не екенін білу және олардың түрлерін құрастыру, математикалық фокустардың мысалдарын қарастыру және оқушыларға математикалық фокустарды көрсету. Ал енді біз математикалық фокустың түрлерімен танысайық. Бүгін біз танысамыз мынандай фокустармен: ойлаған санды тап, туған күнімен айын тап, беске аяқталатын екі таңбалы сандардың квадратын тап, көбейту кесте, адамның жасын қалай білуге болады екенін осындай фокустармен біз бүгін танысып өтеміз. Сонымен бірінші фокусты бастайық. Дайынсыңдар ма? Иә. Жақсы. Кез келген санды ойла. Балалар, кез келген санды дәптерге жазып, ойлаған санды жазыңдар. Одан кейін оған келесі ретпен келетін санды қосыңыз. Келесі ретпен, егер сендер мысалы 15 келтірсеңдер ойлап санды, одан кейін 16-ға екі санды қосыңыз. Қосындысына 9 санды қосыңыз. Шыққан қосындысына 9 санды қосыңыз. Келесіде шыққан санды 2-ге бөліңіз. Шыққан санды 2-ге бөліңіз. Одан кейін нәтижеден ойлаған санды азайтыңыз. Шыққан нәтижеден ойлаған санды азайтыңыз. Так, есептеп болса, кім есептеп болды? Болдыңдар ма? Иә. Жақсы. Асанали, қандай жауап шықты? 5. 5. Лиана? 5. Барлықтарында 5 бар? Жақсы. Әрине, барлықтарында бұл керек 5 сар. Міне. Бұл фокус, міне, мынандай алгоритм бойынша шешіледі. Және де ойлаған санды азайтыңыз дегенде, әрине шығу керек барлықтарында сан 5. Келесі. Бір саннан басқа кез келген бір таңбалы санды 9-ға көбейтіңіз. Бір саннан басқа кез келген бір таңбалы санды 9-ға көбейтіңіз. Одан кейін нәтижеде екі таңбалы сан шығу керек. Келесіде бірінші тұрған санды азайтыңыз. Бірінші тұрған санды азайтыңыз. Бірінші тұрған санды айтыңыз. 6. Онда сенде екінші сан 3. Солай ма? Так. 3. Онда келесі сан сенде 6. Солай ма? Так. Адрет. Бірінші санды айтыңыз. 2. Онда екінші сан 7. Солай ма? Солай ма? Так, кәне. Сонда міне қараңыздар. Әрине, жаңағы
шыққан сендердің есептеріңізде, міне, әрқайсыларында екі таңбалы сан шыққанда, оның қосындысы тең неге болып тұр? Тең 9-ға болып тұр. Сонда сендер маған бірінші санды айтып тұрғанда, екінші сан мен әрине тез тауып отырмын. Так, келесі. Міне, мынадай тапсырма. Ойлаған санды тап деген келесі тапсырма. 5 таңбалы санды жаз дейді. Оның сандарынан жаңа 5 таңбалы санды құрастыр. Үлкен саннан кішісін азайтыңыз. Үлкен саннан кішісін азайтыңыз. Алынған айырмашылықта бір санды сызып тастаңыз. Қалған цифрларға қарап, және сан цифрлік түбірін пайдалану арқылы сіз әрқашан сызылған цифрды айта аласыз. Бұл есепті тақтаға шығарып есептейік. Кім шығады? Яны. Так, яны ойлаған 5 таңбалы санды жаз. Мен қарамайды. Кез келген 5 таңбалы санды жаз. Енді осы 5 цифрмен құрастырып, кіші санды құрастыр. Осы 5 цифрмен пайдаланып, келесі 5 таңбалы санды құрастыр. Енді үлкен саннан кішісін азайтыңыз. Енді оның айырымын табыңыз. Айырымын тапқаннан кейін бір санды өшіріңіз. Бір санды өшіріңіз. Так, сонымен шыққан санды мен айтайын. Дұрыс па? Дұрыс. Так, жақсы. Так, кім шығады бұл есепке тағы? Жаңғыртып қойып. Жаңғыртып. Шық. Так, 5 таңбалы санды жаз. Оған күнін. Оны 2-ге көбейтіңіздер. Келесіде. Содан кейін шыққан санға 5 санды қосыңыз. 5 санды қосыңыз. Одан кейін 50-ге көбейту керек. Шыққан санды 50-ге көбейту керек. Так, осы содан кейін шыққан санға айдың санын қосыңыз. Мысалы, шілде болса 7 деп қосасыз, қаңтар болса 1 деп санды қосасыз. Айдың санын қосасыз. Келесте. Шыққан санды айтыңыз. Так, Жансұлу. Мың 353. Мың 353. 11-ші сынауымыз санның квадратын тап деп тұр. Маған кез келген 2 санның квадратын көбейткенде болады. Міне, ылғи 5-пен аяқталатын 2 таңбалы санның квадраты 25-пен аяқталады. 25-пен аяқталады. Енді бірінші цифр бізде 6. 6-тан кейін қандай сан? 7. Сол 2 сан көбейтіндісін табан 42. Сонда шығыпты 4225. Түсінді ма? Ұнай ма? Ұнады ма? Келесі фокус. Так, сендердің алдарында көбейту кесте. Әрине біз көбейту кестемен бастауыш сыныптан танысамыз, иә?
Оны әрине біз мәңгілік біз есімізде қалу керек, өйткені біз математика әр сабағында көбейту кестемен пайдаланамыз. Сонымен балалар осы слайдқа қарап айтыңыздаршы маған көбейту кестенің ерекшеліктеріңіз қандай? Ерекшеліктері қандай? 9-да бүкіл жауаптар тең 9-ға болады. 9-шы бағанада, жауаптары, әрқайсының жауаптары 9-ға тең. Так, жақсы. 2-ні көбейтгенде тағы да басқа сандар 3-ні мысалы көбейту 2 болады, 6 сода тоже болады. Әрқайсына қосылу керек нешеден? 2-ден. Ол кез келген бағанада, 2-ні алсақ 2-ге қосылып отыру керек, 3-ті алсақ 3-ке қосылып отыру керек, солай. Ал тағы да қандай ерекшелігі бар? Тағы да айтамыз. Тағы да айтып қараңдар. Тағы да қарап айтыңыздар. Тағы 9-шы бағанаға қараңыздар. 9-шы бағанада не істеп тұр? Барлық Жауаптары кесте бүкіл әрқайсы бағанадан 9-шы бағанада бәрі жиналып тұр. Жақсы. Келесіде адамның жасын қалай білуге болады екен? Енді сендер жастардың әртүрлі. Біз қазір сендердің жастарын білейік. Жасты 5-ке көбейту керек. Әрқайсы өзі жастарын 5-ке көбейтіңіздер. 5-ке көбейтіңіздер. Одан кейін шыққан санға 8-ді қосып, нәтижені 2-ге көбейтіңіздер. Шыққан санға 8-ді қосып, нәтижені 2-ге көбейтіңіздер. Келесіде бұл саннан 6-ны алып 10-ға көбейтіңіз. 10-ға көбейтіңіз. 10-ға көбейтіңіз. Одан кейін алынған саннан 100-ді азайтыңыз және нәтижені 100-ге бөліңіз. Алынған саннан 100-ді азайтыңыз және нәтижені 100-ге бөліңіз. Так, шықты ма? Шықты ма жас? Шықты. Өздерің жастарын шықты ма? Шықты ма? Шыққан жоқ па? Лена, кәне, қайтадан. Жасты 5-ке көбейтіңіз. 14-ті 5-ке көбейтіңіз. 70. Так, 70-ке 8-ді қосыңыз. 78. Одан 2-ге көбейту керек. 156. 6-ны алыңыз. 10-ға көбейтіңіз. 1500. Алған саннан 100-ді азайтыңыз. Азайтып, сосын 100-ге бөліңіз. Енді шығып тұр ма? Шығып тұр. Жақсы. Так, енді келесіде тағы да адам жасын қалай білуге болады екен, мынандай көрейік фокуста. Сіздің жылдарыңыздың санын 10-ға көбейту ұсынылады. 10-ға көбейтіңіздер. Одан кейін нәтижедегі кез келген санды 9-ға көбейту керек. 9-ға көбейту керек. Кез келген санды, кез келген цифрды алып 9-ға көбейтесіз. Так, келесіде
Біріншіден, екінші көбейтіндіні азайтасыздар. Бірінші саннан екінші санды азайтасыздар. Так. Шыққан санды айту. Так, кім бұл есепте шығады? Остановить. Так, остановить. Сонымен өзі несін жылын айт. Жыл 2011. Жаз солай. 10-ға көбейту керек. 10-ға көбейту керек. Шығатын сан. Так. Нәтижедегі кез келген санды 9-ға көбейт. Кез келген санды 9-ға көбейт. 4 жоқ қой. Бір жасында 97. Бұл текшемен сендер кез келген кітапты алып, кез келген сөзді өздерін анықтасаңдар, мен сол сөздің мағынасын табу керекпін. Бұл цифрлармен арқылы. Түсінікті ме? Жақсы, келесі. Қорытынды. Сонымен балалар қорытындыда мен мынаны айтайын деп отырмын. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі миллиондаған адамдар математикалық фокустарға тәуелді. Бұл таңқарылық емес және ақыл-ой гимнастикасы келген жаста пайдалы, ал фокустар есте сақтауды жаттықтырады, интеллектті ұштайды, табандылықты, логикалық ойлау, фактілерді талдау және салыстыру қабілеттерін дамытады. Бұл циклы текше. Бұл фокуспен біз алдағы сағатта айналысамыз, танысып өтеміз. Қараңыздар, текшенің әр қабырғасында орналасқан циклы квадрат. Квадратта орналасып тұр 16 сан. 16 санның қосындысы тең болып тұр 197 санға. Енді бұл текшемен біз кез келген кітапта, кез келген сендер құпия сөзді маған көрсетпей ойлап тапсаңдар, мен сол сөзді өзім осы сандар арқылы шығару керекпін. Бұл келесі сабақта. Ал енді қорытынды. Балалар, әлемнің түкпір-түкпіріндегі миллиондаған адамдар математикалық фокустарға тәуелді. Бұл таңқарылық емес және ақыл-ой гимнастикасы кез келген жаста пайдалы, ал фокустар есте сақтауды жаттықтырады, интеллект ұштайды, табандылықты, логикалық ойлау, фактілерді талдау және салыстыру қабілеттерін дамытады. Енді келесі кездескенше сау болыңыздар. Sağ olun.